Сәлем оқырман, Сәуленің арнасына қош келдің. Арнама тіркеліп, лайк басып, қолдауды ұмытпа. Сәлем оқырман, туған жыл мінез құлықтың байланысы. Жалпы сіз бұған сенесіз бе? Сіз бұны білесіз бе? Видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Тышқан жылы туылғандар, олар үсті басын таза ұстап, сақ жүреді. Думан той, ырду-дырдудан бойын аулақ салуға тырысады. Мінезі тәкаппар, сәл нәрсеге өкпелегіш келеді. Сиыр жылы туылғандар ұстамды келеді. Туған туыстарының өзінің қайғысына қатты күйзеліп, кімге болсын көмегін аямайды. Кейде бұл қылығы өзіне зиянын тигізеді. Адамдар бұлардың жақсылығынан тез ұмытады, алайда қиыс басса оған түсіністікпен қарайды. Барыс жылы туылғандар қызба мінезді, ашуланшақ, басқаға билік жүргізгенді ұнатады. Еш нәрсеге көңілі толмайды. Бір істі қолға алса, бөгет болған адамдарды ұнатпайды. Оларды беттен алып ренжітіп тастайды. Қоян жылы туылғандар қорқақ, кез келген нәрседен үрейленеді. Сыр сақтауға олақ. Маңызды істе өз бетінше шешім қабылдай алмайды. Қашанда көңіл күйіне қарай әрекет ететін жандар. Ұлу жылы туылғандар тұйық мінезді, барынша қарапайым көрінуге тырысатын, байсалды, құпияны сақтай білетін, көбінесе үнсіз жүруді ұнататын адам. Оның қолынан үлкен істерді атқару келеді. Қай істі де өз ақылымен оңаша шешуге ұмтылады. Жылан жылы туылғандар сырт көзге ұяң, маңызды істерден қашқақтап жүреді. Қойылған сауалға нақты жауап қайтармайды. Тайсақтап жауап береді. Басында пәле болып жабысатын нәрсе тілі. Шамына тисе, ұяңдығын қойып, шынайы мінез құлқын көрсетеді. Жаныңды жаралап алғың келмесе, жыландардан аулақ жүр. Жылқы жылы туылғандар, олар жұмыс атты сияқты. Жұмыстан ешқандай да жалықпай, таңертен кешке дейін бір тыным таппайды. Әйтеуір күні бойы тыпырлап, мазасыз күй кешеді. Қой жылы туылғандар сәл нәрселерге ашуланады, қисайған бетінен қайтпайды. Сондай сәттерде өзіне де жанына да жүргендерге қауіпті. Өзін жарға жағатын, мінезі шешімді, тым асығыс қабылдайтындығы. Мешін жылы туылғандар, олар өзіне ғашық жандар. Сәнқой ырду-дырдуды көп көңілмен бас қосуларды ұнатады, өзін өзгелерден артық санайды. Тауық жылы туылғандар үй күшік, үй иелеріне қамқор болып, кез келген адаммен тез тіл табысады. Отбасында адал, ақыл ойы бір басына жетерлік. Ит жылы туылғандар мінезі сөзшең, талас тартыс, дау-дамайға лезде араласып кетеді. Оны өзі де, алайда ешкімге зияны жоқ. Оны өзі де білмей қалады. Доңыз жылы туылғандар оңаша табиғат аясында, бау-бақшада еңбек еткенді, көңілді кештерге қатысқан ұнатады. Көп нәрсеге басын қатырмайды. Ол жөнінде көп ойланбайды. Отбасында бала-шағасы көп болады. Ал оқырмандар, сіз қай жылы туыңыздар? Дәл осы мінездеріңіз сай келе ме? Комментарийға міндетті түрде пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Сәуле, назарларыңызға рахмет.